Саламатсыздар ма? Давайте бірнеше есептерін қарап шығайық. Мысалы, мынау екі айнымалы функцияның анықталуысын табу керек дейді. Ол кезде сендер не істейсіңдер? 1 минус х квадрат минус y квадрат үлкен немесе тең нөл түбірдің байланысты. Енді былай жазуға болады: х квадрат минус y квадрат үлкен немесе тең минус 1. Бұны минусқа қысқартып жіберсең x квадрат плюс y квадрат кіші немесе тең 1 болады. Яғни бұл осындай ответ болуы мүмкін. Түрлендіресіңдер ответіне қарап, қандай шарттар болады екен. Енді қарайық, мына функцияны қарайық, мына есепті қарайық. 416 416-шы есеп. Z тең x квадрат плюс 3y квадраттың дейді. М дейік, давайте. Минус 2, 1, 7 нүкте деген жанамамен сразу нормалін жазайық осыны. Вот жанамамен нормалін теңдеуін. Енді жанамасын екі айнымалы функциялар жанаманың теңдеуі мынандай: x минус x0 бөлінген f штрих x0, f штрих x x0 y0, одан кейін тең жанамасын теңдеуі. Бұл нормалін теңдеу, нормаль. y минус y0 f штрих y y0 x0 y0 тең z минус z0 минус 1. Бұл нормальдің теңдеу. Нормаль теңдеу. Жанаманың теңдеуі былай болады: z минус z0 f штрих x0 x0 y0 x минус x0 плюс f штрих x0 f штрих y x x0 y0 y минус y0. Бұл y минус y0. Бұл жанама. Осыны қарайық. Бізге мынаны жазу үшін f от x функциямыз мынау. Енді бізге мынау керек: z штрих x деген f от штрих x. Бұл деген x бойынша туындысын табасыңдар. Мынаны тұрақты деп считать етесіңдер. Бұл 2x-қа тең. Ал мынау z штрих y дегеніміз ол мынау. Ол дегеніміз мынаны тұрақты деп санайсыңдар. Бұл x-ің туындысын нөлге тең. Бұл 6y. Сол кезде бірінші жанаманың теңдеуін жазайық. Сонда мәнін табайық: z штрих x m0-дегі мәні x-тің орнына біз минус 2-ні қоямыз. Сол кезде минус 4, ал z штрих y m0-дегі мәні ол y-тің орнына 1-ді қоямыз. 6-ға тең. Сол кезде бірінші жанаманың теңдеуін жазсақ, z минус z0, z минус z0 дегеніміз 7, z минус 7, f штрих x0 y0 дегеніміз ол минус 4, x минус x0 мына жерде плюс 2, x плюс 2 болады. Одан кейін f штрих y0 деген ол 6y, 6, y минус y0 ол минус 1-ге тең. Енді бұны ықшамдаймыз: z минус 7 минус 4x минус 8 плюс 6y минус 6. Одан x-тардың бәрін бір жаққа жинайық: минус 4x плюс 4x болып барады. Минус 6y. Мына жерде минус 14, минус 7 плюс 7 болып барады. Сол кезде мынау z плюс 4x минус 6y, мына жерде минус 7, мына жаққа плюс 7. Бұл жаңағы жанаманың теңдеуі. Енді нормальдікін жазатын болсақ, нормальін жазсақ, мына формуланы пайдаланамыз. То есть x минус x0 дегеніміз, x0-іміз 2-ке x плюс 2 болады. Мына жерде x плюс 2, минус 2 қой. Ал f штрих x0 y0 дегеніміз ол минус 4, y минус y0, y минус 1, y минус 1. Ол деген мына жерде z f штрих y, ол дегеніміз мәні 6-ға. 6, z минус z0, z минус 7,
минус 1. Енді түрлендіру мүмкін, минусқа бөліп жіберсеңдер былай болуы мүмкін. X плюс 2, 4, Y минус 1, минус 6, Z минус 7, 1 болуы мүмкін. Осындай да ответ болуы мүмкін. Енді осыны осылай шығарасыңдар. Енді қарайық. Мына 419 табайық. X бойынша екінші ретті дербес туындысы дейді. Ол мысалы f x y-іміз бізде мынандай x квадрат y. Оның f ат штрих x дегеніміз бірінші x бойынша туынды табасың. Мынау тұрақты y сөйлеп тұрады. X квадраттың туындысы 2x-қа тең. Бұл дегеніміз 2x y. Енді бұның тағы да екінші ретті туындысы былай белгіленеді. Мынау y тұрақты 2y тұра береді. X-тің туындысы ол бірге тең. Сондықтан 2y-ге тең. Енді давайте қарайық. Кішкене басқаша туынды. Мына функцияны қарайық. Z тең x куб y квадрат минус 2x y куб. Осының дербес туындыларын тап дейді. Z штрих x табайық. Z штрих x деген не? Y квадрат тұрақты. Y квадрат сол бет жазамыз. X кубтың туындысын 3x квадрат. Мына жерде y кубты уақыты минус 2y куб болады. Өйткені x-ің туындысы бірге тең. Осының екінші рет туындысын табатын болсақ, x бойынша. Ол дегеніміз, мына жерде 6y квадрат x болады, ал мұнанікі 0 болады. Өйткені x жоқ. Ал енді z штрих y табатын болсақ, ол мұнаның y бойынша туындысын табамыз. Y бойынша туындысы, мынау 2 алдына z, 2x куб y минус, мынау 3 алдына z, минус 6x y квадрат. Ал z 2 штрих y дегеніміз, мына екінші y бойынша туындысы 2x куб, мынау тұрақты ретінде, мынау болады минус 12x y. Енді мынандай табатын болсақ, z 2 штрих x y дегеніміз, бірінші x бойынша туынды бар ғой? Мынау x бойынша туындысы. Осыдан y бойынша туынды табамыз. Сол кезде 3x квадрат тұра береді. Мынау x алдына түседі. 6x квадрат y, 6x квадрат y, y бойынша минус 6y квадрат. Минус 6y квадрат. Ал егерде z 2 штрих y x табатын болсаңдар, y бойынша туындысы қайда кетті? Ол мынау. Осыдан x бойынша туынды табасыңдар. Мынау тұрақты 2y, 2 мынау 3 алдына түседі. 3 6x квадрат y, 6x квадрат. Мынаның x бойынша туынды болсыңдар ғой. X-тікі бірге тең минус 6y квадрат болады. Сол кезде мынандай заң орындалады. Көріп тұрсыңдар, z 2x y тең z 2 штрих y x. Осындай дербес туынды. Мынау деген df деген мынаның жазылуы. Ол былай. df dy дегеніміз, ол дегеніміз f штрих y деген сөз. Дербес туындысы деген сөз. Енді тағы есептерді қарайық. Мынау аралас туындысы. Мына жерде сіздер мынаны табасыңдар. Жаңа көрсеттім ғой, ең последний теңестіріп. Мынау дегеніміз z 2 штрих x y. Бірінші x бойынша табасыңдар. Одан шыққаннан y бойынша табасыңдар. Енді видеода бар ол жөнінде қарап аласыңдар. Енді мынау деген 437-ші есепті қарайық. Давайте 442-ші есепті қарайық. 442. Бұл мынандай функция берілген. Z синус 2x 3y квадраттың толық дифференциалы. dz. Толық дифференциалы деген ол былай. z штрих x dx плюс z штрих y dy деген сөз. Бізге сол кезде z штрих x керек. z штрих x. Ол мынаның x бойынша туынды табасын. Бірінші синустың табасын. Синустың туындысы косинус 2x минус 3y квадрат. Енді ішінен x бойынша туынды табасын. Өйткені x деп тұр ғой. Бұнда x бойынша туындысы 2x-тің туындысы 2-ге тең, көбейту 2. Мынау 0 болып кетеді. Бұл сол кезде бұны жазайық. 2 косинус 2x минус 3y квадрат. Ал z штрих y табу керек болатын болса, опять мынау осы туындысы табылады.
разницасы косинус 2х минус 3y квадрат. Енді мынаның ішінен y бойынша табасыңдар. 2х 0 болады, минус 6y болады. Минус 6y. Оны жазайық. Минус 6y косинус 2х 3y квадрат. Енді толық дифференциалына салатын болсақ, мына формулаға саламыз. dz дегенің ол z штрих x 2 косинус 2х минус 3y квадрат dx плюс минус 6y бұл z штрих y косинус 2х минус 3y квадрат dy. Енді аламыз да осыдан бірдей 2 косинус 2х минус 3y квадратты жақшаның алдына шығарып жібереміз. Бізде жақшаның ішінде қалады, мына жерде 1, dx-тің өзі қалады. dx мына жерде минус 3y dy қалады. Осылай ықшамдап та жазуға болады. Енді сіздерде градиент деген бар. z тең x y квадраттың мына есебін 443. А бірде бірдегі градиенті. Градиент дегеніміз ол мынау нүктедегі мәндерін табу керек. Қарайсыңдар градиент дегенде недегі дербес туындысын табасыңдар, содан кейін мәндерін қоясыңдар. Анықтамасын қарап алыңдар, градиент деген неге жауап береді екен, содан тауып аласыздар. То есть ол получается z штрих x керек болады, z штрих y керек болады, ондағы мәндерін тауып аласыңдар, сосын градиенттің формуласына қоясыңдар. Енді градиент дегенді интернеттен қарап алыңдар. Енді мына есептерді көрсетейік. Мына 447-ні көрсетейік. 447 қарайық. 0-ден a-ға дейін dx, 0-ден x-қа дейін dy, 0-ден y-қа дейін x, y, z, dz. Ең бірінші сыртқы туындысын табасыңдар. Интеграл 0-ден a-ға дейін dx, 0-ден x-қа дейін бірінші ішін туындысын, мынаның z бойынша туындысы, как айнымалы z, x, y тұрақты, z-тің интегралы z квадрат бөлінген 2, бірақ шегі бар 0-ден y-қа дейін. Сыртында dy тең 0-ден a-ға дейін dx, мынаны 0-ден x-қа дейін. Енді мынаны таптық қой. Мына 2-ден 1-ді алдына шығарып жіберуге болады сразу. 2-ден 1. Мына z-тің орнына y-ті қоямыз. x, y, мына жерде y тойса y квадрат, y куб болады. Енді мына жерде 0-ді қойсаң, z-тің орнына 0 болып кетеді. Сыртында dy. Енді 2-ден 1, 0-ден a-ға дейін мынаның интегралын табамыз y бойынша. Бұл x, y 4 бөлінген 4, шегі 0-ден x-қа дейін. dx. Бұл жерде енді 4-тен 1 шығарып жібереміз. Бұна 2-ден 1 емес, 8-ден 1 болады. 8-ден 1. 0-ден a-ға дейін. 0-ден a-ға дейін. Y-тің орнына x-ті қоямыз. X-тің 4 дәрежесі, мына жерде x-тің 5 дәрежесі. 0-ді қойсақ 0 болып кетеді. dx. Бұл енді обычный не? 8-ден 1. Бұл x6 бөлінген 6. 0-ден a-ға дейін. 1-ден 48. 48. A-ны қойсақ, A-ның 6 дәрежесі. 0 қойсақ 0 болып кетеді. Сол кезде бұл болады A-ның 6 дәрежесі бөлінген 48. Осылай шығарасыздар. Енді қай есепті шығарайық? Бізге кішкене қиындау деген ұқсайды. Давайте 450 шығарайық. 450. 3-шілері 3, 0-ден 1 dx, 0-ден 2, x квадрат плюс y квадрат dy. Сол кезде ең бірінші 3, 0-ден 1-ге дейін. Мынаны y бойынша интегралдайсың, бұл x квадрат y, мынау сан сияқты. Мынау y куб плюс 3, шегі 0-ден 2-ге дейін. Сыртында dx біз мынау үшін табадым. 3, интеграл 0-ден 1-ге дейін.
Енді екіні қоямыз. Бұл екіні біз y-тің орнына қоямыз. 2х квадрат. Мына жерде екіні қоятын болсақ, плюс 3 бөлінген 8. Енді мына нөлді қоятын болсақ, ол 0 болып кетеді. dx тең 3, 0-ден 1-ге дейін. Жарайды, мынаны жазбай ақ қояйық. 3. Мынаның интегралын табайық x бойынша. Бұл 2х куб бөлінген 3, х квадрат х куб, плюс 8-ден 3х, шегі 0-ден 1-ге дейін 1-ді қоямыз. 3, 3-тен 2, плюс 3-тен 8 алып. 0-ді қоятын болсақ, 0 болып кетеді х-тен. Бұл дегеніміз 3 көбейту 3 ортақ бөлім келтіреміз 10. Ал қысқарады тең 10-ға тең. Осылай шығарасыздар. Енді осыны дайындықты бәрін түсіндіріп шықтым. Қалғандары түсінікті деп ойлаймын.